Қайыстан жасалған бірегей дүниелер ата-бабаларымыздың күнделікті тіршілікте қолданған заттары. Бүгінде олар этнографиялық сипатымызды айшықтай түсетін бұйым ұлттық құндылығымызға айналған. Қазір осы атадан балаға мирас болып келе жатқан өнерді жаңғыртып жүргендер өте көп. Солардың бірі Айдос Садықов. Ол сан түрлі ат әбзелдерін жасаумен танымал. Мына қамшыға келетін болсақ, бұл бала қамшы деп аталады. Таза тобылғыдан жасалған, және 8 өрімнен тұрады. Яғни бала атқа шапқанда жеңіл болу үшін, қатты ұзын болмайды, аттың жаңағы шабына кетіп қалмас үшін. Және мынандай бүлдіргісін өліп, баланың шабуына, қолынан шығып кетпеуіне ыңғай жасайды. Сол үшін осындай ұлттық нақышта өзімізден шығып отқан бала бәйге қамшының үлгісі. Қамшы өрілген таспа санына қарай 4 таспа, 5 таспа, 12 таспадан ширатылған еспе, сапалық, өзек салған дырау, дойыр, бұзаутыс деп аталады. Қамшының 12 түрін жасай білетін Айдос Ермекұлы жастайынан атқұмар болып өсті. Ат құлағында ойнап, талай аламан бәйгелері мен көкпар додаларына қатысты. Қазір ұлттық өнерді жаңғыртып жатыр. Қазақша айтқанда қанымызда бар қасиет, сол себептен осыны жаңғыртып, осының жолын қайтан қойғымыз келді. Ата-бабамыздан қалған өсиет қой бұл, мұра. Сол себептен отандық өнім, өзіміздің ішкі ортамызды, ішкі нарығымызды осымен толтырайық деген ой келді. Және өзіміздің шикізатты қолданып, өзіміздің дайын бұйымдарымызды шетелге, яғни экспортқа шығару жолын қойып жатқан жайымыз бар. Шебер жастарды да осы өнерге баулып жүр. Құйысқан, өмілдірік, жүген мен ноқтасында ат әбзелдерінің әдемі жасалуын қалайды. Сол үшін арнайы тігін машинкаларын сатып алып, шағын шеберхана ашты. Ата кәсібі бала нәсібі демекші, қолынан келетін істі кәсіпке айналдырды. Өзім Атбегілер ауылынан болғаннан кейін өзім осындай қызығушылықтарымыз болып, басқа салада жұмыс істесек те осы салаға келіп, Айдос ағаның шеберханасына келіп, өзіміз қызығып, жұмысына араласып, осындай келіп тұратын жағдайымыз бар. Енді қазіргі күнде біздің жұмысқа тартып отқан азаматтарымыз бұл болашақ өскелең ұрпақ, яғни міне көріп отқандайыңыздар жастар жұмысқа тартып отырмыз, үйретіп жатырмыз. Қазір бізде жұмыста болашақта бұлар өздері кәсіп ашып, осы кәсіпті дамытып, кәсіпкер болып, ата кәсіппен айналысса, біз үшін үлкен бір мәртебе болады. Осы шағын шеберханада атқа мінуге арналған қажетті әбзелдердің барлығы жинақталған. Айдос өзі сияқты 10 шақты шеберді ортақ іске біріктірді. Бірі бәйгеге, екіншісі көкпарға лайықталған ер тоқымдарды ағаштан шауып, терімен қаптап безендіреді. Сонымен қатар көкпарға мінетін жылқының тұяғы жараланбас үшін киізден қорғаныс қабы тігіледі. Көкпарға арналған муляжды патенттеді. Қазіргі нарықта Өзбекстан мен Қырғыздан келетін бұйымдар басым. Оларды ығыстыру үшін өз шеберлерімізді қолдау керек дейді ұста. Алмас Садуақас, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматы.